Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет Наполеон торт жасаймыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып кетемін. Ең біріншіден суымызды құйып, тұз салып, 2 жұмыртқамызды салып, оған яблочный уксусымызды қосамыз. Онымен сары майымызды өткіштен өткіземіз. Жасаған сүйек массамызды қосып, жақсылап қана жинастырамыз. Бұл жерде ескеретін жай, қамырды елеу керек емес. Қамырымызды жиыстырып қолымен біріктіретін боламыз. Қамырымыз дайын болған кезде оны пакетикке салып, тоңазытқышқа 1 сағат 2 сағатқа қоямыз. Содан кейін оны шығарып 4 бөлікке бөлеміз. Осындай керемет қамыр шығады. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен плиске төселген пергамент қағазына жаямыз. Қамырды шанышқымен, пышақпен тілуге болады. Бұл жерде мен қамырды осындай бүтін салуға ұйғардым. Коржымыз піскенше оған крем жасаймыз. Сүтімізді құйып, содан кейін қантымызды қосамыз. Баяу отқа қойып, қантымызды ертеміз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқаларды жарып, ұнымызды қосамыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Массамызға 1 шөміш сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Массамыз түйіршіксіз болу керек.
Оған мен ванилин қостым. Массамызға тағы 1 шөміш сүтті қостым. Ал енді массамызды сүтімізге қосып, жақсылап араластырамыз венчикпен. Содан кейін баяу отқа қоямыз. Венчиктің көмегімен кремімізді жақсылап тұрып араластырамыз, өйткені түбі жабысып қалуы мүмкін. Креміміз дайын болған кезде суытамыз. Кремімізге сары майымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Коржымыз дайын, енді тортымызды жинастырамыз. Корждарымызға молынан кремді жағып шығамыз. Коржды домалақтап кескеннен қалған кесінділерді осылай ұсақтап тортымызды жақсылап тұрып әсемдейміз. Тортымыз үлкен әрі дәмді болып шығады. Тортты кемінде 5 сағатқа пропиткаға қойып қою керек. Бұл жерде менің тортым 1 сағат қана пропиткада тұрды. Оның өзіне өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сізге де Наполеон торты жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытуға үлес қосайық.